Өмірде жетістікке жету үшін 3 нәрсе керек: назар аудару, тәртіп және әрекет. Қарапайым ойла, қарапайым қабылда және қарапайым өмір сүр. Өйткені шындық та өте қарапайым. Адамдарда сұлулық бұл бет-әлпет. Бет-әлпеттегі сұлулық бұл көз. Адамды адам қылған ол оның тілінен шығатын сөз. Дана адамға жақында, наданнан қаш, ақылды жаудан да қауіпті. Өмір ұйқы, адам өліммен оянады, өлместен бұрын оян. Сіз туралы жаман нәрседен күдіктенетін адам сізді жүрегімен емес, көзімен таныпты. Қайғыға тап болсаңыз, пайдасыз балағаттаудың орнына одан шығудың жолын іздеңіз. Сұрасаң да бермеді деме, сұрауды білмедің, ең болмаса өтірік сөйлеме. Кіммен жүргеніңе, кіммен дос болғаныңа мұқият бол. Өйткені бұлбұл гүлге, қарға қоқысқа жетелейді. Ғылымды сөз арқылы үйренсек, өнерді тәжірибе арқылы игереміз. Ерік, жігерін мен күшін барда еңбек қыл, сонда қазынаға тап боларсың. Жаңа нәрсеге қол жеткізгін келсе, пайдасыз ескі нәрселерден құтыл. Махаббат дертін тартпаған жүрек не жындының, немесе өліктің жүрегі. Ақылсыз адам қайғысын тілінің кесірінен жиып алады. Тілің таза болу үшін жүрегің таза болсын. Себебі сөз жүректен шығады. Сүйгендер бір-бірін іздемейді. Олар о бастан бір-бірінің жүрегінде. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.